географияға да және лингвистикаға баратын оқушылар саны, физикада, географияда және лингвистика үшеуіне де қатысатын оқушылар саны тек физика мен лингвистикаға баратын оқушылар санына тең. Физикаға да, географияға да, лингвистикаға баратын саны деген сөз мына арада тұрған ортасындағы x. Мына оқушылар үш жерге де қатысады. Тек физика мен лингвистика деген сөз, физика мен мынау жасыл сызық пен лингвистика осылардың қиылысқан жерінде жатады, бірақ географияға қатысты емес. Географияның сыртында, бірақ мына екеуінің ортасында жатқан сан ол 9. Географияға кірмейді, бірақ мына екеуіне кіреді. Осы мына жер тек физика мен лингвистика мен мына жер. Тек физика мен лингвистика қатысты жер осы. Себебі бұл географияға қатысты емес сыртында тұр, ал физика мен лингвистика ішінде тұр. Осы екеуі тең дейді. Яғни бізге x тең 9 деп айтып тұр. X тең 9 болса, x орнына 9 қойып шығыңыз. Болды. Тек 2 сабаққа ғана қатарынан баратын барлық қанша оқушы бар. Тек 2 сабақ деген сөз тек физика мен география мына жер. Басқасы тек физика мен география мына жер. Және тек география мен лингвистика мына жер. Және тек физика мен лингвистика мына жер. Осы үшеуінің қосындысын сұрап отыр бізде. Әрине біз кез келген сұраққа жауап бере аламыз уже x тапқаннан кейін. Егер екі санның ортасында жоғары қарап тұрған стрелка болса, бағдар, онда біз былай жасау керекпіз. Олардың сол жағы мен оң жағын квадраттап, әр санды квадраттап азайту керекпіз бір-бірінен. Сосын оларды азайтып алып, шыққан санды квадратына бөлу керекпіз. Осы заңдылықпен жұмыс істейді. Ал егер бағдар төмен қарап тұрса, онда мына жоғары бағдары барды шыққан санды бөлеміз осы екеуінің қосындысына. Мына екеуі жол көрсетіп тұр, бір қандай да бір заңдылық көрсетіп тұр. Енді 18 мен 12-ның жоғары тұрған стрелка болса, нараға 18, нараға 12 қойып есептеңіз дейді. Яғни 18-ның квадраты азайтамыз 12-ның квадраты. Бөлеміз 18 азайтылған 12-ның квадратына. Мына 18-ның квадраты азайту 12 квадрат, ол а квадрат минус б квадрат формуласын еске салады. Бұл екі жақшаға жіктелетін еді. А азайту б, а минус б және а плюс б деген. Яғни мен осы заңдылық бойынша жіктеймін оны екі жақшаға. Сол кезде 18 азайту 12, 18 қосу 12 болады. Бөлеміз 18-ді 12 азасақ 6, 6-ның квадраты сөз 6 көбейту 6, 6 квадраты 6 көбейту 6. Мынарда 18 азайту 12 6 болады, 18 қосу 12 30 болады. 6 мен 6 қысқарады, 30 мен 6 қысқарады, немесе бөлінеді, 5 шығады. 5 ол мына жақшадан шыққан мән. Осы 5 стрелка төмен қарайды, 3 дейді. Яғни бұл заңдылық болса не істейміз? 5 стрелка төмен 3 болса, біз мынаны жасаймыз, бөлеміз екеуінің қосындысына. Яғни 5 және стрелка төмен 3 болса не істейміз дейді? 5 жоғары бағдар 3-ке бөлеміз 5 қосу 3-қа дейді. Мына x қосу керек қан. Енді 5-ті 3-ке қосақ 8 әрине, ал мынаны біз мына заңдылықпен есептейміз. 5-тің квадраты азайтылған 3-тің квадраты және 5 азайтылған 3-тің шыққан санның квадраты. Сол кезде мынау а квадрат минус б квадрат тағыда 5 минус 3, 5 плюс 3 болып екі жақшаға жіктеледі. Ал мында 5-тен 3 айтсақ 2, 2-ның квадрат дегеніміз 2 көбейтілген 2. Мында 5-тен 3 айтсақ 2, 5-ке 3 қоссақ 8. 2-лері қысқарады, 8-ді 2 бөлсек 4 қалады. Нарға 4 қойыңыз, 4 пен 8 қысқартыңыз. 4-ке 2-ден 1 қалды, осыны мына 4-ке көбейтсеңіз жауап шығады. Ары қарай, мына есептің заңдылығы қандай? Мына сандармен қандай қатысы бар? Қараңыз, 5 пен 4 шетінде тұр, ортада 625. 8 пен 1 шетінде тұр, ортада 8 тұр. Яғни 8-ді 1-ге көбейтсек 8-ге шыға ма деп ойлап қаламыз, 6 мен 3 шетінде тұр, ортада 216 тұр. Бірақ мына орталар тым үлкен екен. Тым үлкен болса, онда ол дәрежеге ұқсайды. Яғни 5-тің 4 дәрежесін көрейікші. 5-тің 4 дәрежесі дегеніміз 5 сөзін 4-ге көбейт деген сөз. 5 көбейту 5 көбейту 5 көбейту 5. 5-ті 5-ке 25, 5-ті 5-ке 25, 25-ке 625. Келді. Онда мынау 8-дің 1 дәрежесі 8, онда 6-ның 3 дәрежесі 216 бола ма, болмай ма? Егер болса, онда сіз 7-ның квадратына қандай есептей саласыз. Ары қарай, this is easy. Бұл оңай дейді, бұның аудармасы, бірақ бұл деген мынада 4 таңба алсан, қосамыз мында 2 таңба алсан, шығады мынандай 4 таңба алсан қайтадан. H-тың мәнін тап дейді. Басқа әріптердің мәндері өзгеруі мүмкін, бірақ H тұрақты болады. H тұрақты болады. Именно H-ты сұрап тұр, яғни H қандай? Т-ға бірнеше мән келуі мүмкін. 1, 2, 3, 4 деген сияқты, бірақ H-қа бір ғана мән келеді. Соны ойлайық. Мына жерде ең басты шарт, мына 4 таңба алсанның басталуы мен мына 4 таңба алсанның басталуы екі түрлі. Мысалы, мынау бұлай 2500 деп басталса, 2500 бір нәрсе деп. Мынау уже 2-да 5-та болмайды. 2 болмаса, бұл енді неше 4000 болып кете алмайды. Себебі 2 таңба алсан қоссақ, 2500-ге 2 таңба алсан қоссақ, біз 2500-ден 2600-ға дейін ғана жете аламыз. Дұрыс па? Бірақ мынау 2 бірдей болып кетті. Сондықтан мына H-тың бір мәні бар.
мына 4 таңбалы санды келесі бір 4 таңбалы санға лақтырып жібереді, мына екі-ақ таңбалы санды қосқанның өзінде. Бұл жерде шамалы ойлау керек. Ана 500 болса, екі таңбалы сан қосыңыз, тіпті 2500 бір нәрсеге 99-ның өзін қоссаңыз да, немесе 98 қоссаңыз, ол 2600-ға дейін ғана жетеді, яғни 3000 болып кетпейді мына. Осы 3000 болып кету үшін мынада аштың орнында қанша тұру керек деген сұрақ. Оны өзіңіз сәл ойланыңыз тағы да.